السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Кішігірім кітаптарым жиналып қалған екен, соған кішігірім обзор түсіріп жіберейін. Ең бірінші білім алып бастаған кітабым осы Сары тәжвид. Бұның негізі үлкен көмегі, үлкен негізі қадірін түсіне бермейміз ғой. Бұл осы кішкентай кітаптың бізге берер пайдасы, сауабы мол осының өзі. Ең бірінші осы Сары кітаптан бастадым. Алхамдулилля. Және мына кітапты да тәжвид ережелерінде өттім. Қысқаша кітап. Кейбір ақпараттар, Сары тәжвидте жоқ ақпараттар бар, немесе салыстырмалы түрде де бұл тәжвид мұғалім сәни. Жалпы көбі қазір бірінші мұғалім осы мұғалім сәнимен үйретеді, және осы Сары тәжвидпен үйретеді. Осы екі кітаппен үйретеді көп ұстаздар. Себебі бірінші бұл тәжвидте көптеген Құрандағы мысалдар келеді, сондықтан ең бірінші осыдан бастайды, одан кейін Сары тәжвидпен аяқтайды. Одан кейін орысша түрі Сары тәжвидтің. Одан кейін мынандай үлкендеу тәжвид кітаптары бар. Бұны бір оқып шықтым, толықтай ма, немесе әрбір жерден ба бір оқып шықтым. Бұл да кітапта жақсы басылып шыққан, өте керемет кітапша. Тәжвид ережелері жайлы. Бұл кітаптар, бірақ бұл кітаптарды оқу үшін ұстаз керек. Және мына кітапты оқу үшін де сізге ұстаз керек. Тәжвидті жақсы білетін, осы кітаптарды жақсы білетін, үлкен тәжвидтерді оқыған ұстаз керек болады. Ал Сары тәжвид, жаңағы кішкентай тәжвидтерді Ғалымбек Тобашевтың көп ұстаз бере береді. Ода қатты проблема жоқ. Бұның орысша түрі де бар. Орысша түрі интернетте PDF түрі де бар. Егер нағыз ала алмайтын болсаңыз, ақша болмай тұрса, интернеттен соң қарап тауып алсаңыз болады, PDF түрін, орысша түрін. Одан кейінгі ең бірінші Құран кітапшам. Бұлай дұға жазып, бірінші бетіне дұға жазып қойдым. Құран оқу, бисмилля. Құран оқып бастаған кезде оқитын дұғасы бар. Осы кітаппен әлі күнге оқимын, бірақ бәрін өтсем де, мына тәжвидтердің бәрін, мына үлкен кітаптарды да бір кішігірім қарап шықсам да, тәжвидпен тәжвид бар Құранды мен әлі күнге шейін оқимын. Себебі өте жақсы білу керексіз араб тілін тәжвидтен бөлек. Егер қарапайым Құранмен оқып кету үшін бұл
осындай қарапайым ешқандай тәжвидсіз құранмен оқып кету үшін кейбір жерлерде грамматика білу керек болады. Сондықтан менің өзім кеңесім тәжвидпен құранмен оқи беріңіз. Осындай мединский баспа бұл да, бірақ тек тәжвид подсказкасы көбірек деу да. Бұл қарапайым тәжвидте де подсказка болады, көп жерде жеңілдетілген да. Ол туралы мен сар тәжвидпен видеолар түсірген болатынмын, ютубтан қарасаңыз болады. Сондықтан осы тәжвиді бар құранмен оқыңыздар деп кеңес беремін. Бұл кішкентай кітапша. Егер көзіңіз көретін жақсы көретін болса, жолға, сапарға алып кетуге жақсы. А былай үйде көзіңізді ауырту мүмкінсіз, шаршату мүмкінсіз. Сондықтан үйде үлкен кітаппен оқыған дұрыс. Одан кейін өзімше араб тілін үйрендім. Кітаптардың барлығын оқыған жоқпын. Абдәтіл қырағаттың 3 түрі де бар, мединский де бар, сарф, нахуға дейін. Наху кітапшасына дейін алып тастағанмын ғой. Бірақ араб тілін әлі дұрыс үйрене қойған жоқпын. Одан кейін мынандай көркем жазу дәптерлер де бар. Және мынандай кітапша бар. Біздің қазақ бауырымыздың Алматыда тұрады, қателеспесем алматылық бауырымыздың еңбегі каллиграфия ғой. Қалам дейді. Насық хат нұсқасы. Мына құрандар, мединскийлар, баспалар осы насық жазуымен, жазудың насық түрімен жазылған осы мединский баспаларда. Бірақ мынау тәжвид түрі ғой. Мына қарапайым түрлері. Насық жазуымен жазылған насық хат нұсқасы деп тұр ғой, осы түрімен. Жалпы бұл құран және жазуы насық болса, оқылуы, оқыған кезде Асым қырағаты Хафс руяты бойынша жазылған. Қателеспесем, мен білетін осы нәрсе, осындай каллиграфиямен қызықсаңыз немесе хобби ретінде айналыссаңыз да болады. Одан кейін жаңағы Мабдәтіл қырағат, мединский, Мабдәтіл қырағат әсіресе көбінесе Құрандағы сөздер келеді дейді. Егер Құран оқып, Құран түсінуге жақсырақ деп айтады осыны. Одан кейін фих кітаптары, ақида кітабы бар,
Рамазан пайғамбардың кітабы, ғылым халы және имам Ғазалидің өте нәпсі тәрбиесі жайында күшті кітаптары бар. Ихия Илумиддин деген еңбегінің бір бөлшектері. Осы кішігірім кітап, былай кітап жиналып қалады деп ойлаған жоқпын. Кішігірім кітаптарым жиналып қалған. Сонымен кезінде бір мешітте болған сабақтардағы бір тест. Солай тест тапсырғанбыз. Және бір нәрсе айтып кетейін, мына жерде бір күшті нәрсе тауып алдым. Тағы да осылай білім сабақтарды айтып кететін осы ғой. Осындай кітаптардан әр жерден бір кішкентай ақпарат жинап жайлап білімге айналады. Тәжвидте де сол күніне бір тәжвидте бір тақырыпты кішкентай зат үйренсең де оның өзі жиналып иншалла Құранға түсіп кетуге себепкер болады. Мына жерде мынандай нәрсе жазылған. Құраннан көрсетейін. Бұл еңбекте мысалы Мединский баспада Бисмиллахир-рахманир-рахим деген аят келеді ғой. Дұға дейді, аят дейді. Сол кезде бәні көрдіңіз ба? Бә синнен жоғары сәл биіктеу жазылған. Негізі бә деген син сияқты болу керек қой, басы. Ұзын болмау керек та. Бірақ мына жерде бүйтіп жазылған. Сосын син былай созылып жазылған. Соңында мимнің көзі ашық жазылған. Аллах деген сөздер көркем етіп жазылған. Анық бөлініп жазылған деген сияқты. Мимдердің көздері байқасаңыздар барлық жерде ашық болады. Осы сияқты осы нәрсе қайдан келді? Ойлайсың ғой, ол жаза салған шығар деп та. Бірақ сахабалардан келеді. Бә әрпін айрықша етіп жазың, син әрпін созып жазың, мимнің көзін ашып жазың деген сияқты деректер келеді екен. Сол деректерден алынған нәрсе екен. Жай ғана жаза салмаған екен. Сүннет демеймін, бірақ сондай деректер келеді екен. Бірақ мына син әрпі созып жазу, син әрпін сүннет деп келеді. Қазір бұл жерден таба алсам көрсетіп көрейін. Видеоның уақыты ұзарып кетеді да. Мысалы бұл жерде көптеген син әрпін анық әрі созып жазу туралы айтқандығын келетін. Амр ибн Асқа. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мағауия ибн Суфиян қалам құтысын даярлап, қаламды қиғаш ұстап, бә әрпін ұзын жазып, син әрпінен айырып жазу керек. Мимнің басы бітеу болып қалса болмайды дейді. Осындай деректер келеді, ақпараттар. Хаткерлік дейді, адамның ақылын ашады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мен сахабаларына дейін көркем жазуға ерекше көңіл бөлінген. Қазір енді қалып қойып жатыр ғой ондай. Қазір көбінесе біз дүнияға қатты мән береміз. Күні түні дүнияны ойлаймыз ғой. Мынандай осындай қарапайым
негізгі маңызды нәрселер қалып бара жатыр, құнсызданып бара жатыр да. Негізгі бағалы нәрселер